достар, бүгін мен блогта цветная вечеринка көрсетемін, яғни группаластарымызбен бірге түрлі түске бөлініп цветная вечеринка жасайын деп жатырмыз. Сондықтан бүгінгі күніммен бірге болыңыздар және видеоны көрмес бұрын әрине каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Мен сабақтан шықтым. Академиялық адалдық деген сабақ болды. Біздің топ, короче. Сәлемді қойыңдар, қыздар. Короче, біздер заттарымызды алдық. Үйге жиналып жатырмыз. Үйге, потому что универге болмайды. Сөйтіп, қазір біз тек қана общактікілер алтауымыз жиналдық. Бір түс таңдадық, оны қазір видеоның соңына қарай көрсетемін. Күлмеңдерші, қыздар! Біз, конечно, таксимен бармаймыз. Қызға, короче, Астанаға кетіп баратырмыз. Тек қана пока что төртеуміз. Қазір тағы бір екі қыз бар. Солар келсе. Бірге баратын қыздар, короче, алтауымыз. Вечеринкаға қандай ойыңыз бар? Жалпы бұл нәрсе пайдалы ма? Немесе қандай, короче, сен үшін қандай жағымды жақтары бар? Топпен алғаш рет бірге жиналайын деп жатырмыз үйге. Бұл біздің жаңалығымыз топ бойынша. Айтып болғаннан кейін бергеннен. Бұл біздің топпен алғаш рет үйге отырыс жасайын деп жатқан жиналысымыз. Осы факт бізде бірінші жағымды жағы. Иә. Сосын екінші басымыз қосылады. Иә. Естелік болады. А то алдынан бір сырыспы деп жүрік. Кішкене көңіліміз бөлініп дегендей. Театр екен. Бәтші, ана екі қыз менің қыздар. Pretty savage. О, коллега. Мен ка блогер болып жүрмін. Ей, қыздар да қараңдар. Сәлем, достар! Qabağımda Түбінен жүрегімнің тулашы Теріне қарай бердім Өзіңді қалай табам Жұлдызға жет алмаған менің саған Белгісіз жан Белгісіз жан Енді телефонға жалғай Ойнайын аватыр ма? Ақ киген ема? Я білем. Чай ішіп отырғаныз кейін қая түсірме. Әлек бәйі шәкірті бұл деген емде.